құрметті дөңгелек үстелге жиналған қатысушылар, бүгінгі біздің дөңгелек үстеліміздің тақырыбы білім сапасын арттырудағы тиімді әдіс-тәсілдер. Дөңгелек үстеліміздің мақсаты білім беру саласында қолданып жүрген әдістер мен тәсілдерді саралап, олардың тиімділігін арттыру жолдарын іздеу. Білім сапасы қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуындағы маңызды рөл атқарады. Оқушының білім деңгейі мен тұлғалық дамуы, оның қоғамдағы орны мен келешектегі өз орнын табуын анықтайтын көрсеткіштердің бірі болып табылады. Білім сапасын арттыруда дәстүрлі оқыту әдістері мен жаңа әдістердің тиімділігі орасан зор. Сонымен қатар білім сапасын арттырудың тағы бір тиімді әдіс тәсілі бұл біздің жаңағы пәнаралық байланыс болып табылады. Әртүрлі пәндердің тақырыптары мен ұғымдарын біріктіру арқылы оқушылардың білімін кеңейтуге мүмкіндік береді. Білім сапасын арттыру мақсатында қазіргі білім саласында жаңағы бізде тиімді әдістер өте көп, бірақ бұл тиімді әдіс тәсілдеріміздің барлығын бір сабақ барысында қолдану мүмкін емес. Тек қана бұл білім балалардың үлгерімін арттыруға ықпал ететін тиімді ғана әдіс тәсілдерді алып, біз сабақ барысында әр тақырыпта тиімділігіне қарай қолданып жүрміз. Қазіргі заманда білім беру жүйесі оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, оларды өмірлік дағдыларға, ой өрісін кеңейтуге де үйретуге бағытталуы тиіс, яғни функционалдық сауаттылыққа негізделуі қажет деп ойлаймыз. Сонымен қатар, еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында деп елбасымыз айтпақшы, әрқайсымыз ұстаздық жолында жүре тұра, осы білім беріп отырған шәкірттеріміздің өсу жолы, жалпы өмірде тұлға болып қалыптасуы, білім сапасының артуына біз тікелей ықпал етеміз. Енді сіздерге бүгінгі таңда осы дөңгелек үстелде талқылауға арналған сұрақтарым бар еді. Соның біріншісі, сіздер өз тәжірибелеріңізде қандай оқыту әдіс-тәсілдерді қолданып жүрсіздер және оның тиімділігін байқадыңыздар ма? Сол туралы өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Және әдебиет пәнінің сабақтарында мәтінмен көп жұмыс жасаймыз. Сол себептен мен кейінгі уақытта пайдаланып жүрген бір жаңадан алынған әдіс деп айтуға болады. Бабл-дабл деп аталады. Бұл әдіс бойынша оқушылар постерге білімдерін схема ретінде көрсетеді. Вен диаграммасына ұқсайды бұл әдіс тәсіл, бірақ ол жерде Вен диаграммасы бойынша екі объект салыстырылады ғой. Ал бабл-дабл бойынша 2-3 объектіге дейін, мысалы 2 кейіпкер емес, 3 кейіпкер салыстырылады, немесе бір оқиғалар салыстырылады. Сондай тиімді әдіс тәсілді қолданып жүрмін кейінгі уақытта. Жақсы, бұл осы білім сапасын арттыруға тиімді деп санаймын. Өйткені балалардың тіл дамытуына ықпал етеді. Және де мәтінді анализ жасауға көп тиімділігі бар, септілігі бар. Жақсы, рахмет. Мен орыс тілі, мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Мен де осы сабақта үнемі қолданылатын әдіс тәсілдердің бірі, ол 5 жолдан тұратын өлең, синклейн деп аталады. Бұны оқушылар жеке де жұмыс жасайды, топпен де жасаса болады. Бұл негізі оқушылардың шығармашылықтарын арттырады деп айтса болады, жаңа тілдерін дамытады. Сонымен қатар мәтінмен жұмыс жасағанда да жеңіл және күрделі сұрақтар, толстые, тонкие вопросы деп айтылады. Бұл жерде де жаңағы негізі орта буынмен жұмыс жасағанда осы әдіс тәсілді алып отырамын үнемі сабақта. Себебі оқушылар сұрақтар қояды бір-бірімен және сол сұрақтарға жауап беріп отырады. Бұл әдіс тәсілдер де қазіргі неге тиімді деп ойлаймын. Одан кейін тағы да енді әдіс тәсілдер деп жатырмыз ғой енді әріптестер. Мынау әдебиет сабағында шығарма талдауда көбінесе оқушыларға концептуалдық кесте деген әдіс бар, өте ыңғайлы. Мысалы әдеби шығармаларда біз оқыған кезде кейіпкерлерді талдау деген болады. Бізде кейіпкерлерді талдаған кезде оқушылар осы кейіпкердің өмірге деген көзқарасын, кейіпкердің іс-әрекетін, оның адамгершілік, адами қасиетін, осы жағының барлығын жеке-жеке тоқталып, талдап, нақтылап түсініп кетеді.
осы концептуалдық кесте әдебиетте қолданған мен үшін өте ыңғайлы. Құрметті әріптестер, мінекей дөңгелек басында жақсы ой бөлісіп жатырмыз, сабақтағы тиімді әдіс тәсілдерді айтып жатырсыздар. Өзім де іс тәжірибемдегі осы оқытудағы тиімді әдістердің біршамасын қолданып жүрмін. Сіздермен мен де бөліскім келеді. Бұл жерде осы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін баршамыз бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Осы тұста осы балаларды сыни тұрғыдан ойлау технологиясын мінекей көптеп сабағымызда алып жатамыз. Әсіресе осы тұста ой қозғау, топтастыру, инсерт, ойлаудың алты қалпағы, әсіресе осы ойлаудың алты қалпағын сіздерге де жақсы ұсынар едім. Балалар осы жерде ойлары алты қырдан танылады. Бір мәселені шешу үшін өздерінің ойларын сыни тұрғыдан жақсы келтіріп өтеді. Осы әлі де болсын осы технологияны қолданамын өзім. Мінекей бір мәселені алты түрден, алты түрлі қырдан танып өтеді балалар. Сонымен қатар мына ортаңғы буындарға бәріміз инсерт, осы 5 жолды өлең балалардың осы ойлауына жақсы әдіс тәсілдердің бірі болып табылады. Сонымен қатар мына диалогтық оқыту бар. Осы диалогтық оқытуда топпен, балалар жұппен жұмыс жасай отырып, өзара пікірлесіп, жаңағы тіл байлықтары және артып, бір-бірлеріменен коммуникацияға түсіп, бір-бірлеріменен жақсы қарым-қатынаста болып, ойларын ортаға салып, жаңағы постер арқылы қорғап шықса өте тиімді болып табылады. Сонымен қатар мына ақпараттық АКТ дейміз ғой, технологияны пайдалану қазіргі таңда бұл функционалдық сауаттылықтардың бірі болып табылады. Және осы тұста балалардың өздеріне де тапсырма жоғары сыныптарға беру арқылы тапсырмаларды аламыз. Жаңа үй тапсырмасын, басқа да жұмыстарды осы презентациялар арқылы өздеріне тапсырмалар беріп, соны жаңағы сыныпта қорғау жұмыстарын, үй жұмысын болмаса келесі бір жаңа тақырып кезінде тың деректермен келіңіздер, осы слайдпен де тапсырма беретін болса өте тиімді болып табылады екен. Және уақыт үнемдейсіздер, және бірнеше ақпарат көздері болып табылады сыныптың ішінен. Сонымен қатар мына Kahoot, тағы да Kahoot программасы бар, Quizzes программасы бар. Осылар да біздің уақытымызды үнемдеп, тест нәтижесін осы сыныптың ішінде сабақ бекіту кезеңдеріне қойсақ өте тиімді болып табылады екен. Әріптестер, мінекей сіздерге де осындай әдіс тәсілдерді жиірек қолдана берсеңіздер деген ұсынысым бар еді. Осы жақсы екен. Әріптестер, бүгінгі дөңгелек үстел барысында біз білім сапасын арттырудағы тиімді әдіс тәсілдер туралы талқылап сөз қозғадық. Әртүрлі пән бола тұра, бірақ осы бір білім саласында жүріп, баланың өсіп жетілуіне, тұлға болып қалыптасуына, білім сапасының артуына біз тікелей ықпал етіп отыр. Әр пәннің өзінің орны бөлек деп ойлаймын. Өйткені біздің осы технологиялар, түрлі технологиялар бар. Қазір Жанар әріптесіміз айтып кетті ғой, бұл жерде АКТ пайдалану. Қазір түрлі платформа арқылы біз балаларды қызықтыра аламыз. Себебі қазіргі таңда осы АКТ арқылы біз оларды визуалды көру арқылы олардың есте сақтау қабілетін және қызығушылығын арттыруға өте ықпалы, өте зор деп айтсақ болады. Өйткені біз әр заманның өзінің бір даму үрдісінен біз қалмауымыз керек. Себебі қазіргі таңда АКТ бұл бізге ауадай қажет. Оны біз сабақта күнделікті қолданып жүрміз. Сол себептен де ол сол платформалар арқылы да біз жұмыс істеп жатырмыз, және оның балаға тиімділігі де бар деп айтсақ болады сабақ барысында. Сонымен қатар енді бүгінгі таңда бізде дөңгелек үстел барысында әрқайсыларыңыз өздеріңіздің сабақ барысында тиімді әдіс тәсілдеріңізбен бөлістіңіздер. Бұл біздің білім сапамыздың артуына, оқушыларымыздың оқу үлгерімінің жоғарылауына тікелей ықпал етеді деп сенімді айта аламыз. Пікірлесіп, ойларыңызбен бөліскендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.